Ісмет Кеңесбаев. Қазақта жаман жәутік деген қос сөз бар. Алғашқы жаман сөзінің мағынасын білеміз, ал жәутік нені білдіреді? Бұл сұрақтың жауабын Ісмет Кеңесбаевтың қазақ тілінің фразеологиялық сөздігінен таба аласыздар. Оның электронды нұсқасын сөздік.қор.kz сайтында көруге болады. О баста жәутік сөзі асық ұғымына орай пайда болған деген болжам бар. Мүжілген асықты бір кезде жәутік асық деген көрінеді. Бұл Ісмет Кеңесбаевтың пайымы. Сонда жаман жәутік деген сөздің мағынасы ескі құсқы болып шығады. Осындай көп сөздің түп төркінін зерттеп, мағынасын ашып, фразалық тіркестерді жинақтаған ғалым Ісмет Кеңесбаев 1907 жылдың 15 ақпанында сол кездегі Шымкент облысының Созақ ауданында дүниеге келген. Киелі мекен Түркістан төрінде сауат ашқан соң, Ташкенттегі қазақтың оқу-ағарту институтында оқып, одан кейін қазақтың жоғары педагогикалық институтында білімін шыңдаған. 1938 жылы 8-10 сынып оқушыларына арнап қазақ тілі оқулығын жазады. Осыдан кейін ғалым бастауыш, орта және жоғарғы мектептердің жалпы қазақтың білім көкжиегін кеңейту жолында тер төгіп табанды еңбек етеді. Ісмет Кеңесбаев ғылыми қызметін 1930 жылдары бастауыш және орта мектептерге оқулықтар, сан алуан бағдарлама жасаудан бастайды. Оның бұл саладағы тырнақалды еңбегі 1934 жылы оқулық болып басылады. 1944 жылы қазақ тіліндегі тиянақты сөз тіркестері деген тақырыпта докторлық диссертация қорғап, профессор атанады. Бұл фразеология саласы бойынша күллі түркі әлемдегі тұңғыш әрі айтулы еңбек болатын. Ісмет Кеңесбаев 1946 жылы Қазақ СССР ғылым академиясының толық мүшесі болып сайланды. Осылайша ғалым саналы ғұмырын сапалы еңбек жазып, тіл білімін зерттеуге арнады. Ол 230-ға жуық ғылыми еңбек жариялаған. Зерттеулерінде фонетика, лексика, грамматика, тіл тарихы, қолданбалы лингвистика мәселелерімен ғана айналысып қойған жоқ. Аударма ісінің ой шұңғырына да үңілген. Ғалымға 1978 жылы қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі атты іргелі еңбегі үшін ғылым мен техника саласындағы Қазақ СССР-ның мемлекеттік сыйлығы берілді.